Jamal and Ganja. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Не әңгіме жобасының кезекті шығарылымы. Қазақ халқында шебердің қолы алтын деген сөз бар. Сөзге шебер, іске де ұста халқымыздың мәдениетін паш ететін құндылықтың бірі оның қолөнері. Жалпы тігін өнеркәсібі әлем экономикасы алдындағы үлесі мен салмағы жоғары кәсіп. Сондай-ақ тігіншілік, қолөнер бұйымдарын дайындау бүгінде табысты бизнес көзіне айналды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылды жұмысшы жылы деп жариялаған болатын. Елі үшін, қоғам үшін тынбай еңбек етіп жатқан жандарға алғысымыз шексіз. Бүгін мәдениеттің басты ошағы кітапханамызда «Жастар Лайф ел жастары» кітабымыздың екінші жинағына енген жеке кәсіпкер, тігінші Қазбекова Ария Жүрсінқызы. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Бүгінгі күнім әдеттегідей хош иісті кофемен басталды. Керемет. Ария ханым, сіз жалпы неге тігін өнерімен айналысамын деп шештіңіз? Бұл салаға қалай келдіңіз? Тігін саласы бұл менің бала кездегі арманымның орындалуы деп ойлаймын. 2019 жылы бизнес бастау грантын ұтып алып, содан тігін машинкасын сатып алып, тігін шеберханасын ашқан болатынмын. Осы күнде сол қызығушылығым кәсібіме айналды. Қазірға дейін осы тігінмен айналысып келемін. Керемет. Сіз тігетін киімдердің қандай ерекшеліктері бар және де қандай маталарды пайдаланасыз? Енді менің бұйымдарымның ерекшелігі бұл дизайн жағынан да, стиль жағынан да, сапа, ыңғайлылық. Содан менің бұйымдарым ол эксклюзивті түрде, ондай киімдер қайталанбайды, бір данадан тігіледі. Маталарды, көбіне табиғи маталарды пайдаланамын. Трикотаж матасын, созылмалы маталармен жұмыс жасағанды ұнатамын. Менің бұйымдарымның ерекшелігін, менің үстінде өзім тіккен киімім, мен өзіме де, отбасыма да тігемін, құрбыларым да тіккіздіреді. Соған міне өзімнің тіккен кофтамды киіп келдім, әдейі. Осындай бұйым менен басқа ешкімде жоқ. Тек менде ғана, мен өзім солай ерекше, біреуге ұқсамайтындай сондайды өзім ұнатамын. Бір түрлі заттарды. Жалпы енді сапалы заттың құны да қалтаға жүк түсірері анық. Сіздің өнімдеріңіздің бағасы қалай есептеледі? Жалпы бағасын қойған кезде оны қалай мысалға санайсыз? Бұйымның бағасын санаған кезде ол алдымен матаның бағасына қарап, содан фурнитурасы болса, немесе қосатын бір элементтары болса, сол қиындықтарына байланысты тағы да. Сосын өзім сағат құны бар. Мысалы мен бір көйлекті 5 сағат тігетін болсам, онда мысалы бір сағатым 3000 деп, сонда қиындықтарға байланысты содан есептеймін. Сағатқа, күнге байланысты, қиындықтарға байланысты. Жақсы. Киім үлгісінің қағаз бетіне түсуі мен оның тұтынушының қолына тигенге дейін аралықта қандай процесс жүреді? Процесс алдымен заказ, тапсырыс беруші адам, сол екеуміз бірінші эскизді дайындаймыз, дизайнын қарастырамыз, оны қағазға суретін саламыз, содан белгілеп болған соң оны оған матасын таңдаймыз, тағы да қандай фурнитура, мысалы замок, бір элементтер қосатын болсақ, ою-өрнек қосатын болсақ, оның бәрін тағы да талқылаймыз. Сосын матаның
созылатынын, созылмайтынын, қандай түсі болатынын, оның фактурасы, оның бәрі өте маңызды. Соның бәрін таңдап болғаннан кейін тапсырыс берушінің өлшемін алып, сол бойынша лекала жасаймын. Ол лекаланы матаға түсіріп, кейін матаны қиып, бөлшектеп, көктеп, қолмен тігіп аламын да. Содан бірінші примерка жасаймыз. Бірінші примеркада енгізілетін өзгерістер болса, мысалы бір жеріне мысалы қосатын, қоспайтын керек болса, соның бәрін енгізіп, жөндеп аламыз. Содан кейін ғана тігін машинкасымен тігемін оны. Сосын барлығы дайын болғасын бұйымды тазалап, үтіктеп бумен. Сосын екінші примеркада егер бәрі ұнатып жатса, тапсырыс беруші алып кете алады бұйымын. Керемет. Жалпы болашақта осы тігін саласына байланысты қандай жоспарларыңыз бар? Тігін саласына байланысты өзімнің кәсібімді ары қарай дамытқым келеді. Және осы қыз келіншектерге үйреткім келеді. Өзімнің командамды жинағым келеді. Сосын осы тігіп жатқан заманауи киімдерді авторлық брендпен шығарсам ба деп ойлаймын. Енді екінші, қазір жастармен жұмыс жасап жатқандықтан, осылай жастармен жұмысымды да ары қарай дамытқым келеді. Осы бағытта да қалып қоймастан. Жақсы. Мастер-класс өткізу ойыңызда бар ма? Мастер-класс біз өткізіп жүрдік. Былтырда өткізгенбіз Аққулы ауылында, Жамбыл, көрші ауылдарда өткіздік. Онда біздің өзіміздің қолөнершілер қыздар бар, бәріміз бірігіп. Бірақ та келешекте мастер-класс өткізуге дайынмын. Егер ауданымызда бір үйренем, тігем деген бір қыздар, келіншектер болса, мен үйретуге, өзім тәжірибемен бөлісуге ашықпын. Осы тұста айта кететін ақпарат, жақында біздің аудандық кітапхананың ұмай атты қыз келіншектерге арналған өзінің жобасы іске қосылайын деп жатыр. Ендеше жалпы сол жобаның барысында сізді жаңағындай өзіңіздің бір шеберлік сағатыңызбен біздің ауылымыздың қыз келіншектеріне жаңағындай енді бүкілін болмаса да жалпы базовый осы тігін саласындағы базалық бір лайфхактармен бөлісуге сізді енді алдағы онда шақырамыз деген үміттемін. Шақыруымызды қабыл аласыз деген Әрине, үміттемін. қуана келемін. Енді сіз жалпы жұмыс пен жеке кәсіпті сонымен қатар басқа да міндеттерді қатар атқарып жүрген жансыз. Қазіргі уақытта жаңа өзіңіз айтып кеткендей, ауданымыздың жалын жастар орталығының директорының қызметіндесіз. Жалпы жұмысыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Жастармен жұмыс істеу қиын ба, не болмаса? Мүмкін бір сол жұмыс барысында өткен қызықты бір естеліктер бар ма? Сол туралы айтып кетсеңіз. Біздер жастармен осындай тренингтерде, мастер-класстарды өткізіп отырамыз. Өзіміз түрлі бағытта. Мысалы, міне осы жуырда біз ауылдарға шығамыз деп жоспарладық. Күн жылынғасымен. Сол тігін де бар, тоқыма да бар. Сосын ағашпен ойып сондай мұғалімдерді апарып, солай жастарды үйретеміз деп ойлаймын. Үйретеміз деп ойымыз бар сондай. Керемет. Ал енді Аққулы ауылының тұрғындарына, кітапханамыздың оқырмандарына жылы тілек айтып кетсеңіз. Аққулы ауданының тұрғындарына тілейтінім мықты денсаулық, береке, бірлік, отбасыларына бақыт тілеймін. Ауданымыз тек көркейе берсін, дами берсін, игі істерімен тек таныла берсін. Кітапхана ұжымдарына шақырғандарыңызға көп рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Еңбектеріңіз осылай жандана берсін.
Рахмет үлкен Ария ханым, бүгінгі сұхбатымыз жалпы өте керемет, сондай жақсы өтіп жатыр. Жобамыздың шығарылымына қатысып, бұл біздің жалпы не әңгіме подкаст жобасы, ол біздің аудандық кітапхананың ресми YouTube парақшасында салынып отырады. Осы жалпы YouTube парақшамызға арналып жасалынған жобамызды қолдағаныңыз үшін сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Jamal and Ganja.